Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай дәмі керемет сметаник жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге ұн қажет. Керекті заттар қанша қажет екенін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Май, комнатный температурада тұрған, разрыхитель және қант қажет. Қант салғаным видеоға түспей қалыпты. Осыларды жақсылап араластырып, бірінші осылай майды мұжып, ұнға араластырып аласыз. Одан кейін жұмыртқа қосасыз. Осындай қамыр шығады, оны екіге бөліп, холодильникке салып қою керек жарты сағатқа. Одан кейін сметаның үстіне қант және жұмыртқа қосасыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, вилкамен араластырсаңыз да болады, миксермен араластырудың қажеті жоқ. Сметананы мен магазиннен алдым, 20%. Осылай бір араластырып алдым. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Формам 24 сантиметр. Ондай форма жоқ болған соң осындай форма алдым. Сіз кез келген форманы алсаңыз болады. Пирогыңыз кішкене биігірек болып шығады. Бірінші қамырды осылай қолмен жайып алдым. Одан кейін екінші қамырды бортиктар жасадым. Осылай стаканмен, болмаса осындай мен басып алдым жан-жағын. Дайындап алған сметанаңызды ішіне құясыз. Духовкада 40 минут пісуі қажет. Сметаникті толықтай суығаннан кейін 2 сағаттан кейін формадан алуға болады. 2 сағат суыту қажет. Дәмі тіл үйрет, өте оңай пирог. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет сіздерге.